Барлықтарыңызға сәлем. Біз алдыңғы сабақта бот квадр арқылы өзіміздің жаңа ботымызды создать етіп, оған атау беріп, атауын өзгертіп жасап көрдік. Бірақ ол бот бізде әлі жұмыс жасап тұрған жоқ. Біз оның жұмыс жасау үшін біз оның ішіне ішкі жүйесін жасауымыз керек, құруымыз керек. Біз оны қалай жасаймыз? Python арқылы, яғни i-дің көмегімен жасап шығамыз. Алдымен бір папка создать ету керек болады бізге. Оның атауын берейік. Quest Code деп атау берейік. Енді бізге VS Code'қа кіру керек болады. Және жаңағы рабочий столда тұрған Quest Code'қа кіру керек. Осы жерден біз main.py деп жазамыз. Бұл жерде бізде main папканың атауы, ал py деген бұл программаның тілі. Яғни біздің жаңағы жазатын py деген Python деген сияқты ғой. Бізде ең маңызды бұл жерде .py. Ендеше біз өзіміздің код жазатын ортаны жасап алдық. Ең алдымен бізге керек ол кітапхана, библиотека. Жаңағыдай біздің бот Telegram арқылы ботты жасау үшін кітапхана керек болады. Ол үшін терминалды ашып, pip install iogram деп жазамыз. Create батырмасын басамыз. Бұл кішкене бір уақыт алады, белгілі бір мөлшерде. Бұл көшіп болғаннан кейін біз жұмысымызды жасай береміз. Оған дейін біз кешегі мафия ойын жасаймыз ғой. Соның кодын біз i арқылы сұрайтын боламыз. Осы жерде біз мен өзім Gemini'ді қолданамын. Сіз қандай ChatGPT либо Claude болуы мүмкін. Өзіңіздің иіңізге кіріп кодты сұрауыңызға болады. Сәлем. Қалай жасап болады? Сәлем, мен Python арқылы Telegram жасап отырмын. Менің жобам мафия ойын. Мен сіздер кітапханасын қолданып жатырмыз дейік. Сіздің промптыңыз қаншалықты нақты болады, соншалықты сізге искусственный интеллект соншалықты нәтиже береді. Сондықтан нақты жазуға тырысыңыздар. Мафия көшінде түрлі рольдар және ережелер соны ескер дейік. Маған кодты дайындап бер. Қазір бізде искусственный интеллект өте көп ойлануы мүмкін, себебі мен Pro нұсқасын пайдаланып отырмын. Ендеше біз мұнда біздің кітапхана көшірілді ме екен, тексеріп көрейік. Бізде қазір кітапхана толықтай көшірілді. Енді біз ары қарай кодымызды қою керек болады. Ендеше біз код дайын болса, оны көшіріп алайық. Қазір бізге кодты дайындап берді.
Оны осы жерге қоямыз. Және бізде осы жерде сенің токеніңді жаз деген өзі дайындап береді. Токен ол біздің кешегі телеграмда тұрған. Дәл осы копировать етіп алып, осы жерге қоямыз. Және бізде ары қарай код жұмыс жасау керек. Дәл осы терминалды ашып, біз онда main.py деп жазуымыз керек. Өзіміздің ботымыздағы токенді қоямыз осы жерге. Ендеше кодымызды запускать етіп көрейік. Ол үшін біз терминалға python.py main.py деп жазамыз. Enter'ді басып көрейік. Бізде қазір бот бізге қосылды деген сообщение келу керек. Так, енді сәл күту керек болады. Қазір бізде бот іске қосылды. Енді ботқа кіріп тексеріп көрейік. Қазір жұмыс жасап тұрған жоқ па, жасап тұр ма? Қазір бізде жауап қайтарды, жұмыс жасап тұр екен. Мафия тіркелу басталды. Мен қатысамын деп кнопка басамын. Қазір мен бір өзім болғаннан кейін бұл ойын басталмайды. Мен оны группаға тастап, как минимум 5 адам болу керек, сол кезде ғана ойын басталады. Біз алдағы уақытта тексеріп көреміз. Қазір мен группаға тастап көрейін оны. Қазір мен жаңа группа аштым өзімнің достарыммен. Қазір мен жазып көрейін. Старт деп, қазір жұмыс істеп тұр екен. Мен яғни жаңа өзімнің ботымды 6 адамдық группаға қостым. Менде қазір жұмыс жасап тұр бот. Енді мафия деп жазып көрейік. Так, мені қабылдап тұр, бірақ менде қазір достарым телеграмда отқан жоқ. Бұның барлығын алдағы уақытта тексеріп көреміз. Ойын қалай жұмыс жасап тұр, жұмыс жасап тұрған жоқ па? Әзірге бізде осы. Барлықтарыңызға рахмет.